Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойайық. Мен сендерге пайдалы болуы үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Күлмеңіздер кәріге. Бір кісінің екі баласы болыпты. Bir күні көршілері оған: сенің балаларың бір кемпірді мазақ қылды, балаларыңды тыйып қой дейді. Әкесі балаларына ұрсады. Балалары мұнан былай кісіге күлмеске уәде береді. Біраз күн өткен соң балалар әкесіне берген уәдесін ұмытып, бір бейшара шалды тағы да келемеш қылатыпты. Мұны әкесі естіп, балаларын шақырып алып айтады: балалар, мен енді мұнан артық өмір сүрер болсам, сендер секілді бір ақымақ балалар өткендегі шал мен кемпірге күлгендерің секілді маған да күлер деп қорқамын. Балалары ұялғаннан қызарып, сонан кейін кәрі кісілерге күлмейтін болыпты. Мәтіннің тақырыбын анықта. Ол үшін дұрыс нұсқасын таңда. Екі бала туралы, екі баланың үлкен кісіге күлгені туралы, әкесінің ұлдарына ұрысқаны туралы. Мәтінге ат қойылған. Ат ненің қысқаша атауы? Мәтінге қойылған ат негізгі ойдың қысқаша атауы. Негізгі ой айтылған мәтін бөлігін көшіріп жаз. Жазған сөйлемің жай немесе құрмалас сөйлем екенін анықта. Бұл жердегі сөйлемге тоқтала кететін болсақ: балалар, мен енді мұнан артық өмір сүре болсам, сендер секілді бір ақымақ балалар өткендегі шал мен кемпірге күлгендерің секілді маған да күлер деп қорқамын. Осы сөйлем бізде құрмалас сөйлем болып тұр. Үшінші тапсырма: берілген кестедегі мәтіннен сын есім, зат есім, зат есім, зат есім, зат есім, етістік сөз тіркестерін тауып, сөздердің байланысын кестеге көрсет. Зат есім мен зат есім осы мәтіннің ішінен табатын болсақ, бізде сын есім мен зат есім бұл жерде мазақ қылды, тыйып қой және тағы басқалары. Және зат есім мен етістік бізде өмір сүрер болсам, мұнан артық күлер деп қорқамын және тағы басқалары. Мәтінге жоспар құр. Ол үшін мәтіннің әр бөлігіне ат қой. Қарттарды келемеждеген екі бала, уәдеде тұрмау, әкесінің балаларға ренжіші. Жоспар бойынша әр бөліктің мазмұнын айт. Мәтіннің қай түрі? Мәтіннің әңгімелеу түрі. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Тапсырма сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп кетеміз. Түсініксіз тапсырмаларды комментарияға жазсаңдар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.